Ё-моё, қарны ашып кетті ғой. Bir жерден тамақтануға керек еді. Атакентте қай жер бар екен тамақ ішетін? Сағат 2 болыпты. Қайырлы күн достар. Эфирде Елдос Қуанышбекұлы. Бүгін бізде жаңа рубрика бизнестерді разбор жасайтын боламыз. Бүгінгі біздің бизнесіміз донерный, бургерный бизнес болып табылады. Донер мен бургер арқылы, кафе ашу арқылы қанша ақша табуға болады? Ол кәсіпті ашу выгодны ма? Кішкентай қалада ол кәсіпті ашқан қалай болады? Жүре ма, жүрмей ма? Сол туралы талқылайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Келіп қалдық мынау дәмханаңызға. Бұл жердің аты қалай аталады жалпы? Бұл жердің аты Dane Food деп аталады. Біз солай қойдық, себебі Dane деген ол ағылшын тілінен аударғанда сіздің тамағыңыз дегенді білдіреді. Негізі қазақша Dane Food, сонда екі мағынаны білдіреді да біздікі. Ағылшынша да, қазақша да екі мағына. Сол үшін солай. Қазақша Dane деп айта берсін. Егер де басқа ұлттар келетін болса, иностранецтер там, солар Dane деп оқиды. Бұл жердің істеп жатқанына қанша уақыт болды негізі жалпы? Қашан аштыңыздар? Біз бұны қателеспесем маусым айының 10-да аштық. Маусым 2020 2020 осы жазда ашқан болатынбыз. Қазір енді 2021 болды. Сол жаздан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Так, сіз бұны өзіңіз аштыңыз ба, әлде сіздің қасыңызда партнеріңіз бар ма? Иә, қасымда партнерім бар. Ерасыл деген бауырымыз екеуміз сөйтіп ашқан болатынбыз. Көбінесе біз екеумізде сол салада жұмыс істедік. Мен 6 жылдай осы мейрамхана саласында, қонақ үйде істедім, пятизвездный. Ол Ерасыл да ресторандар, мейрамханаларда жұмыс істеген. Сөйтіп екеуміз бір күні ойланып отырып, сол ойымызға келді, неге біз біреуге істей береміз, сол өзіміз ашпасқа деп. Давай деп екеуміз енді аяқ асты ой келді бізге. Февраль айында ма ой жинақтап сөйтіп бастаймыз дедік. Бірақ та біз негізі планымыз бойынша мартта ашылу керек болатынбыз. Бірақ та мартта өздеріңіз білесіздер, карантин басталып кетті, сонымен жабылып, жазда өзі бір саябырсыған кезінде аштық қой. Кризиске қарамай аштыңыз. Иә, кризиске қарамай, енді біз бастап қойдық, шешінген судан тайынбас дейді. Бастап уже біз мына жердің бәрін алып, задатын беріп, ақшасын сөйтіп ремонтының бәрін өзіміз істедік. Бұл жерде негізі көп, мына жерде общепитке арналмаған болған бұл. Бірақ кухнясын, осы жердегі осы бүкіл сәндеу жұмыстарын барлығын өзіміз жүргіздік. Сонда сіздер басында Ерасыл деген жаңа партнеріңіз екеуіңіз бірінші ресторандарда кәдімгі қызметкер болып, официант болып істедіңіз. Иә, бірінші сол. Официант болып істеп көріп, өзіңіз жұмыс жасап көріп, сол жақта жүріп, одан кейін осындай кәсіпке қарай көштіңіз иә сонда? Иә, өйтіп жұмыс істеп практикадан өтпеген адам негізі көбінесе осындай общепит дейді ғой бұны, осындай мейрамхананың жұмыстарын көп түсіне бермейді. Енді сол үшін бізде нюанстарын білеміз, мысалы. Өйткені көп жүрген кезде біз практикадан өттік. Бұл жерде мысалы қандай заттар керек, кухнясына не керек, қандай ыдыстар керек, қандай столдар қойылу керек деген сияқты. Соның барлығын ол жүре келе біз үйреніп, соны көп тәжірибеден өтіп барып осыны ашқан болатынбыз. Енді бірден тәжірибесіз аша кетуде қиын деп ойлаймын өзім. Менің енді кеңесім сол көп мен сияқты 5-6 жыл жұмыс істемесе де бір 2-3 ай болсын жүріп, көріп, соның ішінде бірге қайнап жүріп жасаса, онда жақсы результатпен шығады деп ойлаймын. Енді мына жердің жалпы аумағы қанша квадрат метр? Бұл жердің аумағы өте үлкен емес, 60 квадрат метр. Бұл енді барлығын қосқанда бұл бізде осы зал бар, және де кішігірім мына жерде зал бар, кухня бар. Соның барлығын қосқан кезде 60 квадрат метр болады. Енді біз сол 60 квадраттың бір 12 квадратына кухня жасадық. Сонымен қысқарып бір 48 квадрат метр таза отыратын адамдар отыратын зал болды. Кухня бар, және дәретхана бар. Қоймамыз бар, өзіміздің заттар қоятын. Кассамыз бар. Иә, кассамыз бар. Арендасы қанша бұл жердің? Арендасы қазіргі таңда 500 мың болды. 500 мың. Бұл олай дейтін себебі бұл қаланың ортасы болғандықтан көп адамдар жақсы жүреді, проходимость деген. Атакент тұр жанымызда тұрғандықтан бұл кішкене қымбаттау. Сол үшін
солай төлейміз. Жалпы енді бұл кәсіпті ашуға қанша ақша кетті? Партнеріңіз екеуіңіз қанша ақша салдыңыздар? Біз енді бұны нақты айта алмаймын, бірақ та Есептеген жоқсыздар ма? жоқ, есеп барлығын толықтай есептеген жоқпыз, бірақ та бізде каждый қайда кеткеннің барлығы жазылып тұр. Қателеспесем, біз бұның ремонтын жасадық, барлық оборудованияларды алдық, керекті құрал жабдықтарды. Осы жерге столдар алдық. Бізге 6 миллиондай кетті ғой. Одан көп те кетпесе, сондай кетті. Минимум ол. Кухнясының заттары, бүкіл заттар сіздерді қоясыңдар? Бәрін өзіміз сатып алдық. Жалпы солай дұрыс па? Өзіңіз с нуля құрған дұрыс па, әлде сондай дайын готовый помещениені арендаға алған дұрыс па екен? Сіз енді опыт жинадыңыз ғой? Негізі барлық қандай заведениені алсаңыз да ол жерде жасауға тура келеді. Ол мүлдем идеальный болып ешқандай тұрмайды ешқандай жер. Тағы бір сұрақ, өте маңызды, бүкіл адамдарға қызықты деп ойлаймын. Осы кәсіпті бастауға 6 миллион теңге кетті дедіңіз, сол ақшаны қай жақтан алдыңыз? Енді кредит па, инвесторлар ма, өзіңіздің официант болып жұмыс істеген ақшаңыз ба? біз негізі жаңағы бауырым екеуміз, партнерім дедім ғой, ол да менің бауырым, нағашы ағам. Екеуміздің жинаған ақшаларымыз бар, ол өзі жинаған, мен өзім жинаған. Біраз ақша болды, одан кейін қалған жетпегенін осы ағаларым көмектесті. Ағаларым бар, сол кісілер көмектесіп, аяқтан тұрып алуға. Первоначальный суммаларыңыз болды ғой өздеріңізде, жалпы партнеріңізбен? Партнерім екеуміз 2,5 миллиондайын өзіміз таптық. Ар жағын ағаларымыз арқылы, сол кісілер көмектесу арқылы, инвесторлар арқылы. Сөйтіп, сол кісілер берді, сонымен өстіп аштық. Тамаша, керемет. Енді сіздерде жалпы бір адамның, келген клиенттің средний чек қанша болып саналады? Бір адам негізі средний чек 1700-1600 солай болып есептеледі. Сіздер жалпы доставкамен жұмыс жасайсыздар ма? Доставкамен жұмыс жасаймыз. Мен өзіміз қазіргі таңда өзіміз де алып барып береміз, заказ берсе. Және де Glovo бар, сонымен қатар Рахмет деген приложение, ода да бармыз. Онымен де предзаказ беріп, дайындап қоямыз, алып кетеді. Көбінесе Glovo'дан алып кетеді заказды. Glovo'да бармыз. Продвижение қалай жасайсыздар? Қай жақта рекламаларыңыз жүреді? Біздің рекламалар сол Instagram қазіргі таңда білесіздер ғой. Өзінің dine.food деген Instagram парақшамыз бар. Сол парақшамызда біраз адамдар бар. Сол арқылы таргет жібереміз. Таргетированный рекламамен жұмыс жасайсыздар, иә? Таргетпен. По вашему запросу рядом найдено заведение Dine Food. Там есть все, что вы перечислили. Және де өзіміз пост салу арқылы, стористар арқылы солай. Одан кейін довольный клиенттер арқылы дейсіз. Сарафанный радиомен келетін шығар адамдар? Сарафанный радиомен қазіргі таңда көбінесе сарафанный радиомен келіп жатыр. Себебі бізде тамақтың жасалу жолдары барлығы басқаша жасалады. Оны біз өзіміз жасап шығардық, өйткені басқа донер бургерлерден ерекшелену үшін вертильда тұрмайды, мынандай кесіп басқа донерлер сияқты. Но біз сковородкада қуыру арқылы жасалады. Жалпы енді бұл сіздің менюңызда ең ходовой тағам түрі қандай? Бізде ең ходовой донер алады. Жаңа айтып кеттім ғой, біздің донердің жасалу жолы ерекше деп. Сол үшін барлығына ұнайды. Сөйтіп барлығы келеді де донер алады. Бізде бірақта бургерде, панини, сэндвич барлығы кейде әртүрлі өтеді. Бір күні донер жақсы өтсе, бір күні бургер жақсы өтеді, бір күні панини. Сіздерде жалпы бұл бизнесте, бұл ресторанный бизнес саналады ғой, бұл енді кафетерия бар, ішінде сіздерде жаңа бургерден бастап донер бүкіл тағамдарға дейін бар. Бұл бизнесте жалпы сезонность деген бола ма өзі? Қыста, жазда деген сияқты. Көктем, жаз кездерінде жақсы болады. Кешке жақын, бірақ жаздарда енді кешке жақын көп адамдар келеді, өткен күндіз емес. Суббота мысалы, пятница, суббота деген сияқты күндері кішкене адам жақсы болады. Енді қыста білесіздер өздеріңіз, январь, февраль деген айлар
мертвый көбінесе сезон бәр жылды мертвый сезон болып саналады. Ол общепитте де сондай болып есептелінеді. қазір мысалы біз қыс айында алып отырмық қой сіздерден интервьюде. Сіздерде бір күндік выручка қанша? Мысалы қазір мертвый сезон деп санаған өзінде күніне қанша? Бір күндік выручка 90-100, кейде 100-дің үсті күнге байланысты жаңа айтқанымдай пятница, суббота мысалы 100-дің үстінде шықса, понедельник, вторник өздеріңіз білесіздер, дүйсенбі, сәрсенбі сондай кез күндерде 90-100 әрқалай шығып отырады күндік выручка. Тамаша, жалпы енді бұл жердің айлық обороты, примерно выручкасы қанша ақшаға шығады? Енді айына 3,5 миллион солай шығып отырады. Арендаңыз 500 мың, так оны алып тастаған кезде 3 миллион теңгедей ақша айналса, сонда маржинальность қанша бұл бизнесте жалпы? Маржинальность 1,5 миллиондай қалады. Таза пайда 1,5 Таза пайда қалады 1,5 миллион. Партнеріңіз екеуіңіз бөлісесіз, еще инвесторыңыздың долясы бар. Бізде енді напака деп отырмыз, но одан да жақсылап көрсеткіш көрсетуге болады. Қазір енді мертвый сезон, сонымен қатар кішкене карантин болып жатыр, қазір көріп тұрсыздар. Мертвый сезонның өзінде, карантиннің өзінде осындай выручка жасап отырса, онда бұл тамаша көрсеткіш қой негізі. Так, енді бұл жерге бұл сіздің кафеңізге поставщиктер кім, қай жақтан алып келесіз? Өзіңіз алып келесіз бе, әлде әкеліп бере ма? Мен негізі закупты товар барлығын оптовкадан аламыз, өзім алып келем. Оның барлығын өзім алып келем. Поварлар жазып береді маған не керек екенін. Барып сатып алып келеміз. Біз тек қана нандарды ғана поставка жасайды бізге. Нан, айран. Нан дегеніміз ол бургердің булочкалары, батон, сол сияқты сэндвичтің нандарын ол бізге поставлять етіп береді. Андай уақыт өтіп кеткен тауарлар деген бола ма? Оны қалай айтарыз? Бізде уақытын мүлдем өткізбейміз, себебі аз количествода алып отырамыз да, жиі алып отырамыз. Оны аламыз, тез бітіп қалады, сөйтіп алып қайта-қайта сөйтіп жасап отырамыз. Бізде ондай әлі өтіп кетіп, ондай болған жоқ. ИП ма, ТО ма? ИП. Барлығы таза ода, барлығы? Иә, таза барлығы ИП. Осы кәсіпті бастаған кезде заңды түрде барлығын ашып бастағанбыз. Енді мына жерге сіздің оборудованияларыңызға көз салайық, мына жерде не нәрселер мынау, соны таныстырып өтсеңіз. Мынау кофе машина, бұл кофе машина бізде арендада. Аренда ма? Біз кофесін аламыз. Қазір сол выгодно болады. Өйткені кофе машинаны сатып алғанмен, оны сен ары қарай сата алмай қаласың, ештеңе істей алмай қаласың. А бізге мынаны тегін арендаға қойып берді, бірақ та біз оның кофесін алып отырамыз. Кофе бітеді, кофесін количествомен 100-ден, 50-ден өзің білесің. Кофесін сатып алып отырасың. Кофесін сатып алып отырасың, иә. А бұны біз аппаратын сен өзің сатып алсаң да, бәрібір кофесін сатып аласың. Лучше сол жақсы деп ойлаймын. Сол енді бизнес бастап жатқан адамдарға кеңесімде бір жағынан сол осыны арендаға алған жақсы. Так, одан кейін тағы да қандай аппарат бар? Мынау бойлер чай дайындайды осымен. Одан кейін касса аппараттарыңыз, мынау касса ода? Иә, мұнда Глованың заказ қабылдайтын аппараты. Одан кейін чек шығарады. Заказ алғанда кассаның чегін шығарып беретін. Одан кейін холодильнигіңіз бар, да? Холодильник, стоктар. 2 холодильник бар комплектіңізде? Иә, 2 холодильник. Олардың бағасы қанша теңге тұрады? Бұлардың барлығын арендаға алғанбыз. Мына холодильникті кола компаниясының колаларын алып отырасың, жаңа кофе сияқты. Олар тегін әкеліп қойып береді. Мынау да Дизи деген компаниянікі. Бізде соктарын алып отырамыз. Олар тегін қойып береді. Бұл жерде жалпы жұмыс уақыты қазір карантин уақытында нешеге дейін? Иә, қазір карантин болғаннан кейін біз 10-да ашыламыз, түнгі 11-ге дейін жұмыс істеп жатырмыз қазір. Қандай расходтар бар? Мысалы, қанша қызмет керек, қанша айлық төлейсіз, қандай қызметкерлер бар қолдасыңызда? Қазіргі таңда повар, бізде 2 повар жұмыс істейді, ауысып. День и ночь ба, или қалай? 2-2 жұмыс істейді. 2-2 жұмыс істейді. Қанша ақша төлейсіз оларға? Поварларға сменіне қазір карантин болған соң 6000 теңгеден төлеп жатырмыз. Ол 15 күн істейді, 15 күнге яғни 90 мың теңге төленеді. 2 поварға 180 мың теңге. Енді одан кейін посудомоечницамыз бар, пол жуады, бірге посуда да жуады. Ол екеуін о кісіге күніне 3 мыңнан жазылады. Ол кісі
қанша шыққанына байланысты ол күніне алып отырады. 3000-нан беріп отырамыз. Неше официант бар? Бір официант бар, ол менің туған інім. Ол кісіге енді ақша төлемеймін. Бірақ та оның жүріп тұрысы, тамағы, киімі барлығы менің мойнымда. Иә, семейный бизнес. Басқаша болмайды ғой енді. Жалпы бұл кәсіпті бастайтын адамдарға минималды қанша ақшамен бастауға болады жалпы? Кішкентай қалаларда бізді қазір региондар көреді ғой. Енді негізі 2 миллионнан жоғары болатын болса жақсы. Минимум 2 миллион болса кішігірім кәсіп бастап кетуге болады. Бірақ та ең бір айтатыным сол практикадан өту керек. Жалпы енді бұндай ресторанды бизнесте жалпы кафетерияларды ашатын кәсіпкерлерге айтатын қандай рекомендация бар? Не нәрсе маңызды осы кәсіпті бастайтын кезде? Осы кәсіпті бастайтын кезде ол ең біріншіден тұрған жері маңызды. Локация дейді ғой, проходимость деген бар ғой. Соны зерттеп барып ашқан дұрыс. Өйткені сен айдалаға бір адам жүрмейтін жерге ашып қойсаң, оның саған келетін адамдар ол аз болады. Ал енді мысалы локациясы жақсы, адам жүретін жері, проходимості жақсы жерге ашатын болсаң, ол бизнес тез көркейіп кетеді. Егер қызық сұрақ қояйын, егер осы кәсіпті мысалы сіз өзіңіздікі ғана деп есептейік, сататын болсаңыз қаншаға сатар едіңіз? Сатасыз жалпы? Бұны негізі сатуда ойымызда мүлдем жоқ сату. Бірақ сататын болсақ енді бұл жерде өзіміздің ақшамыз бар қосқан, және де еңбегіміз бар, төккен тері бар енді бұл жерде. Барлығы қазір бұл жерде дайын тұр. Қаншаға бағалайсыз? Мен сатып алсам мысалы 9-10 миллионға бағалайтын шығар. 9-10 миллионға. Бірақ енді ақша әкеліп тұрған бизнесті сатқыңыз келмейді ғой да? Иә, сатқым келмейді, өйткені бұны қанша нәрсесін жасады, өте ыстық бізге. Жақсы, Бекболат. Интервьюлеріңіз рахмет, секреттеріңіз айтқаныңыз рахмет. Көп рахмет. Көп кәсіпкерлердің рухы жете бермейді бұндай құпияларын ашуға. Келіп тұрыңыздар. Тамаша, біздің енді YouTube арнамыздың көрермендеріне, подписчиктерге скидкаларыңыз бола ма? Әрине болады. Осы сіздердің аттарыңыздан келетін болса адамдарға барлығына 30% скидка. 30% жеңілдік болады. Тамаша. Рахмет. Рахмет сіздерге. Достар, бургерный, донерныйдың бизнес разбор ұнаған болса, онда лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де келесі қандай бизнесті осылай разбор жасағанымыз қалайсыздар, сол туралы комментарийға міндетті түрде жазып қалдыңыздар. Мен барлық адамның комментариясын оқитын боламын. Каналға тіркеліп, қоңырау басып қойуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.